Ассалаумағалейкум бәріне. Бұл бізде Көктал шағын ауданының мешіті. Аяғымызда ар жағы юбилейный, мынау Жансүгір. Ар жағы юбилейный. Алды жағына жазда бастаған ремонтты. Кеткен жоқ. Бұйырса көктемде бітіреді ғой. Az kaldı. 2 aydan кейін басталады ғой ремонтты. Айналып. Установка терезелерін бастапты. Дұрыс болған екен. Ассалаумағалейкум бәріне. Жақсы болған екен. Іске сәт. Бір қойып бастаған екен. Іске сәт. Бұйырса көктемде бітеді ғой. Бүгін жауып қой. Еркін, Көктал шағын ауданының мешіті. Осындай шағын. Кеш батты. Сағат бізде қазір 5. Уже қараңғы. Мешіттің ана қоспасын есін бұйырса бауырларымыз терезесін сауат. Құдай қаласа бұл уже көктемде уже жақсы мешіт болады. Қоспа әдемі болады. Іске сәт. Біздің Көктал шағын ауданының мешіті. Ремонты бұйырса бүгін бітеді. Оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын достар. Кейде осы жұмыстан келуге тырысамын да, осы мешітке келіп оқып, намазын өзім үшін оқып. Оқыған намаз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Оқу мүмкін емес те біздің. Бұйырса жазға дейін қосып атқан қоспасын бітіріп әдемі болады. Енді бір дәретханасын көктемде бастайды қойдым. Дәу дәретхана. Анандай аяқ қол жуатын жерін несін етпесе, әжетханасы далада су. Еркіннің мешітінің несі сияқты жасайды шығады ойлап тұрмын енді. Дәрет алатын жерін. Еркіндікінде осылай далада болатын. Оны былтыр бастады, былтыр бітті ремонты. Құдай қаласа енді біздің Көктал шағын ауданының мешітін бастайды. Дәретханасын. Құдай қаласа енді. Бәрі Құдайдың қолында.
Аяқ біздің саябақ Көктал шағын аудан акимат жаңа жылдың алдында құрып қойған. Жаңа жылдық шырша, әзің жарқырау. Мынау бізде Балбырауын көшесі. Жақсы. Давайте. Үйге қайттым. Мен бүгінгі влог бітеді. Бір айта кетейін дегенім, бізде Көкталдың орталығында бізде Шойбек магазинге несі той мейрамханасы. Негізі салғанда дұрыс осы мейрамхананы. Центрде қалаға бармай деген емес, осы жасайтын тойыңды осында жасайтын. Тамаша, жақсы жасау. Алдымызда мектеп, Омыртшы Белқожа атындағы ресторан көрдік, қандай әдемі.